Бас ауруы басталғаннан-ақ цитрамон дәрісін іздейтіндер аз емес, тіпті қалтасынан бас аурудың дәрісін тастамай алып жүретіндер де бар. Дәрі ішіп 5-10 минут тынықса ауруы жазылады. Алайда бас ауруын дәрісіз де қойдыруға болады. Ол үшін мына әдісті біле жүріңіз. Ыңғайлап отырып немесе жатыңыз. Сосын маңдайыңыз бен самайыңызға лимон қабығын қойсаңыз, 10 минутта керемет нәтижесін көресіз. Балғын қызылшаны тазалап жуасыз, қабығымен дөңгелектеп турап маңдайыңызға және самайыңызға қойыңыз. Қырыққабаттың жапырағын қолыңызбен умаждап сөлін аласыз. Жұмсарған жапырақты маңдайыңызға қойып көзіңізді жұмып 5-10 минут жатыңыз. Осыдан соң-ақ ауруыңыз басылады. Егер бас ауруыңызға созылмалы гастрит себеп болса, онда 1 шай қасық бал қосылған 1 стакан жылы сүт ішіңіз. Одан артық ем таппайтыныңызға сеніңіз. 1 шай қасық сірке суды жарты литр салқын сумен араластырып, кеңдеу ыдысқа құйыңыз. Оған мата немесе сүлгіні малып алып, маңдайыңызға қоясыз. Егер бас ауруыңыз қан қысымыңыздың төмендігінен болса, 1 шыны қою демделген кофе ішесіз. Кофе бас ауруына таптырмайтын дәрі екенін білгеніңіз жөн. Бас ауруының негізгі әрі тиімді емі салауатты өмір салтын ұстану екенін ескеріңіз. Дұрыс тамақтанатын, ұйқысы жақсы әрі қанық, физикалық белсенділігі жоғары, жүйкесі тыныш адам ешқашан ауырмайды. Сондықтан өз өміріңізді өзіңіз қиындатып, алыстағы аурумен дос болғанша денсаулығыңызды күтіп, байлығыңызды бағалаңыз.